Сәлем қыздар, бүгін сіздермен дәл осындай 2 в 1 пикник сөмке тігіп үйренетін боламыз. Яғни бұл жерде бұл сөмке және дастархан ретінде де қолдануға болады. Кеттік ендеше. Бізге қажетті заттар дәл осындай: 4 штук трактор замоктары, косая бека, дак матасы, фетр, яғни көлемді барлығын лекала бойынша кесіп дәл осылай дайындап аласыздар. Қол ұстайтыны бардан 2 штук, овальный болып тұратыннан 2 штук және астыңғы бөлігі барлығын қиып дайындап алғаннан кейін біздер тігуге кірісетін боламыз. Ең алдымен бөлігімізді алып, бір фетр және бір дак матамызды алып, ровно бір-біріне қойып аламыз дағына, айналдырып, яғни жылжып кетпес үшін, бір-біріне қондыру үшін тігіп шығамыз. Алдын ала осындай инелер арқылы қыстырып алсаңыздар болады, өздеріңізге тігуге оңай болу үшін. Немесе біздер жаңағы клеевый паутинкалар бар ғой, сол арқылы бірінші үтікке бастырып алып, полный жабыстырып, сосын барып қана тігіп шықсаңыздар да болады. Мен олай жабыстырып жүрген жоқпын, тек қана сразу инелерді қыстырып отырып, айналдырып, яғни фетрге матамызды қосып тігіп алдым. Барлық 4 бөлігінде дәл осы әдіс бойынша айналдырып тігіп дайындап аламыз. Астында, үстінде полный айналдырып аласыздар. Және де қыздар ромбик етіп жасап алуға да болады, әркімнің қалауы бойынша. Келесі кезекте біздер косая бекіні алып, дәл осы тігіп шыққан барлық бөлігімізді, яғни 2 овальный және 2 қол ұстайтын бөлігін осы косая бекі бойынша өңдеп шығамыз. Бұлай артық кішкене жерлері қалып қалса, оның барлығын аккуратно қиып алып тастаңыздар, өйткені біздерде жаңа тігіп шыққан жібіміз көрінбей тұру керек. Косая бекімді менде үлкендері бола ма жоқ па білмеймін, мен кішілеу түрі, яғни киімге арналған түрін қолдандым да, сондықтан тігу, фетрге тігу шамалы қиындау болды. Сол үшін қараңыздар, бірінші астыңғы бөлігін осылай айналдырып отырып тігіп шықтым, және сосын ғана барып сыртына айналдырып солай тігіп шықтым. Сол кезде оңайлау болды. Оң бетіне қаратып, жақсылап қайтадан косая бекі түстес жібіңіз арқылы ақырындап тігіп шығасыздар. Астыңғы бөлігін тігудің қажеті жоқ, өйткені ол бізде астыңғы сөмкенің астына орнатылады, ол жері көрінбейді. Сондықтан тек қана жанғы бөліктерінің барлығын осылай өңдеп шығатын боламыз. Барлық бөлігімізді дайындап алғаннан кейін, енді сөмкеміздің астына 4 жанын қосып тігуге кірісеміз. 2 осындай дөңгелек пішіндес бетін бір-біріне қарама-қарсы орнатып, осылай 1 немесе 2 сантиметр арқылы тігіп шығасыздар. Мен 1 сантиметр қалдырып тігіп жатырмын, қараңыздар. Міне, енді ручкасы бар бөлігін тоже бір-біріне қаратып отырып, дәл осылай 4 жағына тігіп шығатын боламыз. Басына және соңына міндетті түрде закрепкамызды орнатып отырып тігіп аласыздар. Төрт бөлігін дайындап тігіп алғаннан кейін, біздер замок тігетін орынды жақсылап белгілеп аламыз. Қалағандарыңыз бойынша белгілі бір орынды белгілеп, осылай 4 бөлігіне де метка қалдырып, яғни тіккенде біздердің замоктың басы осы жерге келетіндей етіп қалдырып алатын боламыз. Осылай 2-ге бүктеп, ровно етіп, 2 жағында дайындап аламыз. Енді келесі кезекте замогымызды алып, осылай дәл косая бекі тіккен жеріміздің үстіне ровно етіп тігіп шығамыз. Және белгілеп алған жерімізге бас бөлігін ішіне қайтарып отырып, бір белгілеп тігіп аламыз. Және сіздерге оң бетіне тігу оңай ма, әлде сол бетіне тігу оңай ма, сол бойынша қарап замоктарыңызды тіге бересіздер. Міне, ортасын ашып, дәл белгіленген жерімізге екінші бөлігінде қойып аламыз дағына, біздер тігіп алатын боламыз. Маған оң бетінен тігу
бір жағына ыңғайлы. Бұл трактор замок болғандықтан ешқандай лапка ештеңе ауыстырмайсыздар. Дәл касая бекіні тіккеннің үстінен осылай басып отырып, ақырындап отырып тігіп шығасыздар. Қатты тартпаймыз, өйткені біздерде замок кішкене ерелек болып қалуы мүмкін. Қатты тартып отырып бос ұстап, осылай табанын қосқан жерге дейін, яғни біздердің тігіс түскен жерге дейін жақсылап тігіп шығамыз. Екінші бөлігінде дәл қай жерден аяқталды, сол жерден бастап осылай екінші жағына да белгілеп отырып тігіп шығатын боламыз. Міндетті түрде замоктарыңыз кішкене бері шығып тұруы керек, өйткені біздер тігіп жібергенде замок шықпай қалады. Сондықтан осылай шығарып алып, екі жағында аккуратно жақсылап тігіп шығамыз. Бұл жерде 70 сантиметрлік қолданып отырмын замокты. Сіздер негізі 40 сантиметр сондай замоктар болса алып қолдануға болады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Артық қалған жерін кесіп тастасаңыздар болады. Мен бірақ солаймен қалдыра бердім. Ішінде өткені біздер фетрдің астында қалып кетеді, ол білінбейді. Тігіп болған замогымызды жауып көргенде осылай ровно келіп тұру керек. Екінші бөлігінде дәл солай тігесіздер, яғни 4 бөлігіне де замокты жақсылап тігіп дайындап аламыз. Басқа бөлігіндегі замоктарды да қай жерінен басталды. Бірінші замогыңызда дәл сол жерден бастап аккуратно тігіп шығасыздар. Яғни біздер сөмкенің 4 жағында жапқан кезде замоктардың көлемі бірдей ретте тұруы керек. Яғни біреуі төмен түсіп, біреуі жоғары мініп кетпеуі керек. Дәл осы әдіс бойынша 4 жағында тігіп шығатын боламыз. Міне біздің сөмкеге ұқсап келе жатыр, иә қыздар, қараңыздар, біз 2 жағын тігіп алдым, келесі 2 жағында дәл осы бойынша тігеміз. Дайындап алғаннан кейін, қыздар, қараңыздар, енді біздер ручка тігуге кірісеміз, яғни ұстауға ыңғайлы болу үшін дәл осындай ручкаларды қолдансаңыз болады. Мен мұны фурнитура сататын жерден алдым. Бағасы 1500 теңге. Каспи магазин, Вайлберс деген сияқты сондай жерлерде немесе қалаңыздағы кез келген фурнитура сататын жерлерден осындай неше түрлісін таба аласыздар. Ағаш түрлері шамалы қымбаттау, бұл темірі түрі арзандау болып келеді екен. Примерно 2 сантиметрден бастап қайтарасыздар, қыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен 2 сантиметр ішке қарай кіргізіп, осылай қайтарып, жақсылап бекітіп тігіп алдым. Ұстағанда бір-біріне жетіп, ыңғайлы болып тұруы керек сіздерде де. Келесі кезекте дайындап алған сөмкемізді біздер дастарханымызға орнатуға кірісеміз. Бұл жерде даг матасы менде 90 сантиметр, сіздер 1 метр 1 метрден алсаңыздар болады, яғни 1 метр. Осылардың барлығын, шет-шетін барлығын бір-біріне келтіріп тігіп аламыз, айналдыра отырып, яғни 2 қабаттап, иә. Сосын кішкене жерді қалдырып, осылай оң бетіне аударып, жақсылап үтікке басып, шет-шетінің барлығын аккуратно тігіп шықсаңыздар болады. Мен дәл солай тігіп алдым, немесе тек қана ашық қалған жерді ғана тігіп қойсаңыздар болады. Әркімнің өзінің қалауы. Негізі шет-шетін әдемілеп тігіп, жаңағы тесма қойсаңыздар, немесе неше түрлі жаңағы кружева қойып жесеңіздер де өте әдемі келеді. Дайындап алды, қыздар. Енді дайын болған сөмкемізді дәл ортасына келтіріп, яғни сіздерде 1 метр болғанда бұл ровно келіп тұрады.
сөмкеңізге. Менде қараңыздар кішкене 5 сантиметрден жетпей қалып тұр, 90 сантиметр алғандықтан. Енді дәл ортасына келтіріп, осылай булавка арқылы барлық жерін қадап аласыздар дағыны. Осы жапырақ бөліктерінің барлығын айналдырып, касая бекі тіккен жерімізден, яғни замок тіккен жерімізден айналдырып отырып тігіп шығатын боламыз. Замогымызды тігіп жібермейміз. Қараңыздар, замоктың үстіңгі жағынан, яғни замогымыз оңай түрде ашылып жабылуы керек біздерге. Сондықтан 1 сантиметр қалдырып отырып, жақсылап осылай тігіп шығасыздар. Дәл табанына дейін алып келесіздер, қыздар. Табанына дейін жақсылап алып келіп, закрепкамызды беріп, екінші жағында дәл солай тігіп шығасыздар. Дәл ортасынан бір рет тігіп қойсаңыздар да болады, немесе жаңағы айтып өткенімдей, яғни сетка ретінде ромбик етіп солай тіксеңіздер де болады. Енді әркімнің өзінің қалауы бойынша узор салып, немесе басқалайда тіге беруге болады, неше түрлі. Дайындап алдық. Енді табанын, қыздар, міне барлық бөлігін дәл осылай тігіп, булавкамен қадап, жақсылап жасап аламыз. Өйткені булавкамен қадамасаңыздар, ол қисайып кетуі мүмкін. Сондықтан алдын ала міндетті түрде булавкамен қадап аласыздар. Мен тек қана ортасын бір рет тігіп қойдым. Фетрмен жаңағы дастарханымыз ровно ұстап тұру үшін. Екі бөлігін дәл солай тігіп аламыз, қыздар. Яғни бірінші екі сөмкесін ұстайтын бөлікті тігіп аласыздар. Одан кейін екі дөңгелек пішіндес бөлігімізді дәл сол тігу бойынша тігіп шығасыздар, айналдырып. Табанын, қыздар, мен крестик етіп төрт жағына қарай осылай тігіп қоя қойдым. Сіздер тоже солай тігіп қойсаңыздар болады, яғни фетрмен біздің дак бөлігі ұстап тұру үшін. Артық жіптерінің барлығын қиып тастап, дайындап аламыз, и біздің сөмкеміз дайын болады. Замоктарын осылай оңай түрде ашып жабуға болады. Потайной замок емес, дәл осындай тракторлық замок алып қолданыңыздар. Өйткені потайной замок қыстырылып қала береді, дұрыс ашылып жабылуы қиындау болады. Міне біздің сөмкеміз дайын болды. Дәл осылай сіздер де тігіп алсаңыздар болады. Тойбастарға өте күшті келеді. Қазір хит болып жатыр. Немесе сыйлыққа берсеңіздер де, қазір уже пикниктің уақыты, өздеріңізге қолдансаңыздар да өте керемет. Басқа қалаға доставка жібергенде де дәл осылай оңай түрде жинап, упаковка жасап жібере аласыздар. Пайдаларыңызға жарасын деп айтамын. Сабағымыз ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.